Қазақ дипломатиясы тарихына арналған еңбек менің авторлығыммен 2018 жылы 21 баспа табақ көлемінде жарық көрді. Бұл еңбек қазақ дипломатиясының тарихи аспектісін қамтыған ғылыми еңбек. Енді менің еңбегім жазған қазақ хандығы дәуірінен бастап тәуелсіз Қазақстанның дипломатия сыртқы саясатының қалыптасуына дейінгі кезеңге арналған. Жалпы Қазақстан дипломатиясы тарихының жазудың көптеген қиыншылықтары бар. Ең алдымен қол байлау болатын мәселе дерек көздерінің аздығы. Енді қазақ хандығына негізгі сыртқы саясатты, соның ішінде дипломатиялық әдістермен жүргізуді негізінен хандар, сұлтандар, батырлар, билер атқарған. Сондықтан да осы еңбекте хандардың рөлі туралы, дипломатиялық саясат жүргізудегі, сосын билердің рөлі туралы, батырлардың рөлі туралы айтылады. Нақтырақ айтқанда, жаңағы Абылай ханның, оның алдында болған Хақназар, Қасым хандардың, Тәуке ханның жүргізген сыртқы саясаты, Хайып ханның жүргізген сыртқы саясаттар туралы мәселелер қарастырылған. Енді бәрімізге белгілі, қазақ хандығы тәуелсіздігінен айырылғаннан кейін Ресей отаршылығына түстік. Міне сол кезде қазақ хандары, сұлтандары жеке дара дербес сыртқы саясат жүргізген жоқ. Тек қана отаршылық езге қарсы күресуде Кенесары Қасымұлының шет елдермен жүргізген сыртқы байланыстар туралы мәселе қамтылған бір тақырыпшада. Енді одан кейінгі кезең мынау кеңес үкіметі кезіндегі қазақ дипломаттарының еңбегіне арналған. Енді 1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін біздің территориямызда және көршілес Орта Азия республикаларының жерінде бірнеше республикалар болғаны белгілі. Соның бірі Түркістан автономиялық кеңестік социалистік республикасы. Бұл енді Ресей Федерациясының құрамында болғанмен біршама сыртқы байланыстар жүргізді. Міне осы Түркістан кеңестік республикасының сыртқы байланыстарына қазақ қайраткерлері де өзінің үлесін қосты. Сонымен бірге Қоқан автономиясы бірнеше ай болса да сыртқы байланыстарды қалыптастыруға ұмтылды. Бұл әрекеттер де біздің кітабымызда аз да болса қамтылған. Ал енді арнайы бір тақырыпша Алашорда үкіметінің сыртқы байланыстарына арналған. Жаңағы Түркістан республикасымен, Қоқан автономиясымен, одан кейін Сібірдегі орналасқан сол кезде үкіметтермен қарым-қатынастары, оларды жүргізген адамдардың еңбектері аз да болса қамтылған. Енді келесі мәселе бұл кітапта қамтылған кеңестік кезеңдегі қазақ дипломаттар туралы айтылады. Яғни бірнеше қазақ қайраткерлері кеңестік заманда елші қызметтерін атқарды. Төтенше және өкілетті елші ретінде. Ол енді біріншісі Нәзір Төреқұлов 1928-36 жылдары Сауд Арабиясында кеңес одағының елшісі болған. Одан кейін мынау біраз жылдардан кейін араға уақыт салып Африкада Мали республикасы мен Марокко корольдігінде кеңес одағының төтенше және өкілетті елшісі болған Мәлік Фазылов деген азамат болды. Қазақтан шыққан алғашқы дипломат әйелдер, халықаралық ұйымдарда, шет елдерде елшілік қызмет атқарған әйелдер туралы, қазақ дипломат әйелдер туралы да мағлұматтар берілген. Енді одан кейінгі бір кең тоқталған мәселе бұл кітапта тәуелсіздік жылдарында Қазақстан сыртқы істер министрлігінің қайта құрылуы, оның қалыптасуы, оның дамуы және тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясатын қалыптастыруда, оны жүргізуде негізгі рөл атқарған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың, яғни елбасымыздың еңбегіне ерекше тоқталып өтуге тырыстық. Қорытындылай айтсақ, бұл еңбек әрине
Қазақстан дипломатиясы тарихына арналған алғашқы еңбектердің бірі. Әрине архив деректері тапшы болғандықтан көп мәселелер болашақтың зерттеуінде қалады. Және Қазақстан дипломатиясы тарихына арналған еңбектер болашақта да жазылуға тиіс. Және бір мәселе, мына қандай не болсын, саясат саласы болсын, жеке тұлғалар арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан да мына болашақ зерттеушілерге бір ескере кететін мәселе, яғни қазақ дипломаттарының еңбегі туралы әрі қарай зерттелуі күтетін мәселе.